Қымбатты достар, таңғы студияның төрінде дәл қазір танымал және талантты театр және кино актері Мақсат Жақып. Мақсат, қайырлы таң. Мақсат, қош келдің. Көңіл күй қалай? Жақсы. Бәрі тамаша ма? Бәрі керемет. Жақында ертең мұғалімдер күні болады екен. Сен мұғалімдердің есіңде ма? Және қай мұғалім есіңде? Иә, қай пән жақсы көретінен пәнді? Алғашқы ұстазың кім? Жалпы біз енді ауылдың тумасымыз. Иә. Ауылда өскеннен кейін, ол жерде біз енді менің сүйіп оқыған мамандықтардың Дене шынықтыру. жоқ. Пәндер, қандай Тарих пәндер? пәні, география. Осы жерде менің Гүлзат деген апайым болған. Ол кісі әлі күнге дейін сол мектеп қабырғасында жұмыс жасайды. Керемет. Сол кісі есімде қалды өте қатты. Дәл қазір сәлем айтып, болады. жолдасаң болады. Гүлзат апай, келіп жеткен мейрам құтты болсын. Ертең мұғалімдер күні. Мен сізге тілейтінім денсаулық, ең бастысы отбасыңызға амандық. Әрдайым өстіп күліп ойнап жүре беріңіз. Алдымызда үлкен жетістіктерге жетесіз деген ойдамын. Тамаша. Мен Мақсат, жалпы мектепте қандай оқушы болдың? Тентек. Жақсы деп те, жаман деп те айтамын. Орташа. Орташа. Ал линейкаға шығарды ма сені? Линейкаға болды, балалықпен болды. Бірақ мен енді 9-шы сыныптан кейін мен ауылдан кетіп қалдым. Осы жерде бізде Бауыржан Момышұлы атындағы әскери мектеп интернаты бар. Сол жердің түлегімін. Сол жерде енді ол жерде еркек балалар болды, қыздар жоқ. Тәртіп бар ол жерде. Әскери тәртіп болды. Сонда 9-дан 11-ге дейін сол әскери? 2 жыл. Керемет. Енді Ары қарай жалпы әскери адам болған деген ой болды ма? Ол жағынан біз қарастырып көрген кезде, отбасында жалғыз бала болатын болса, Тәуке ханның кезінен 7 жарғысында бар екен. Егер жалғыз бала болатын болса, оны біз әскерге қабылдай алмаймыз. Ұрпақ жалғасу керек әкеден балаға деген. Сол заң әлі күнге дейін бар екен. Соған таңғалдым. Мен білмеппін, мені біліп жүретін болам. Енді сен көбіне гуманитарлық пәндерді жақсы көргенсің, иә? Ал енді өнер жолын таңдауыңа не түрткі болды? Неге актер болам деген арман кішкентай кезіңнен болды ма? Ол әскерден кейін болды ма? Әлде Бауыржан Момышұлыдан шығып келе жатып танымал актер кездесіп қалдыңдар ма? Жоқ. Қалай болды? Олай болған жоқ. Бұл негізі балалық арман болды. Сол балалық арман. Өйткені білмеймін енді мен әр салада жүргеннен кейін бір өмірде бір шешім қабылдау керек болды. Бірінші мамандығым ол әрине мен қаржыгермін. Одан кейін экологпын, магистр. Үшінші мамандығым театральный режиссер. Бізде бағана Айнұр екеуміз осыны талқылап жатқанбыз, неше дипломым бар деп. Айнұр сөйтсе 3 мамандықтың иесі екен. Ал Мақсат сонда қанша болды? 3 болды. Керемет. Негізі сіздер кәдімгідей пысық болыпсыздар. Мен екеуімен тоқтап қалыппын. Негізі 50-ге де, 60-ға да, 70-ге де келсе де ол білім іздеген. Әрине. Ертегеші жоқ деп ойлаймын. Сөйтіп киноға келдің, театрға келдің. Солай киноға келдік, солай киноға келдік. Қазір енді осы саламен жұмыс жасап жатырмыз. Енді ең алғашқы қойылым болмаса кинодағы түсірілім есінде бар ма? Әрине, ол кісіге мен үлкен рахметімді білдірем. Өйткені сол кезде маған бір мүмкіндік берген үшін ол әрине біздің танымал, Қазақстанда танымал режиссерлардың бірі Қанағат Мұстафин деген ағамыздың «Өмір сынағы» деген сериалында бір рөл сомдадық. Содан бастап мінекей біраз жыл қарасам, 10 жылдай болып қапты содан бері. Сол 10 жылдың ішінде қанша рөлдерді сомдап үлгердіңіз? Енді оның бәрін түгел санап не қылған жоқпын. Осы жылдың өзінде бір 9 проектіне жаптық. Енді қазір Қанағат Мұстафин ағамызға қайтадан келіп оралдық. Келесі айдың 5-нен бастап «Қорқыт» деген сериалдың Қазақстан ұлттық арнасының тапсырмасы бойынша сол сериалды бастадық. Ол жерде қандай рөл сомдайсыз? Ол жерде антагонист, отрицательный деп айтамыз. Сол жерде ойнаймыз. Сақалды сол үшін дейсің? Тарихи сериал болған кейін. Ал негізгі... Сақал өзіңіздікі ме дейсің? Әрине өзімдікі табиғи. Күшті екен, өте керемет, өте мықты. Ал негізі өзіңізге жақын жанр қандай? Драма деп айтатын. Антагонист? Герой-любовник? Қайсы? Герой-любовник шығар. Герой-любовник. Тамаша. Енді негізі актерға ол жаңағы
жақсы жаманы болмау керек. Әрине. Кәсіби актерға ол әрдайым қандай роль бермесін, оны сомдап шығу, ол актерлық шеберліктің бір, қалай десем екен, актердің шеберлігін білдіреді деп ойлаймын. Сондықтан ондай роль таңдаудан қажет жоқ. Айтады ғой, орысша айтқанда, маленьких ролей не бывает. Шыңдала беру керек. Шыңдала беру керек әрдайым. Ал енді өзіңе ерекше ұнаған образың қайсы? Кинода болсын, театрда болсын? Ерекше бір ұнаған деген деп айта алмаймын, бірақ енді өздеріңізге белгілі, осы жылда менде бір жақсы бір жоба болды. Ол енді бір кинопарк компаниясының бірге жұмыс жасадық. Бишарашки деген комедия шықты. Сол жерде біз өте жақсы партнерлар болды бізде. Жанбай Жанбаев, Еркебұлан Тоқтар басты рөлдерде. Адина Бажан, Асель Сагатова сияқты. Енді маған осы партнер жағынан өте қызықты болды деп айта алармын. Помощниктің Көмекшісін ойнады. Енді Жанның проблемаларын шешіп берген кісі болды. Жанмен ойнау мықты дедіңіз, е? Иә, өйткені біз ол кісімен екінші жоба ғой деймін. Алдында «Время» деген криминалды сериалда бірге ойнадық. Ол жерде де көмекшісінің рөлін ойнадым. Осы жерде де осындай роль түсті. Бірақ енді ол кісі профессионал болғаннан кейін әрине оңай болды. Мақсат етті қазір көптеген моно қойылымдар бар, моноспектакльдер. Өзіңіз сондай бір моноспектакльде ойнай алар ма едіңіз? Жалғыз өзіңіз бүкіл көрерменді баурап, бір сағат, кемінде бір сағат ойнау. Негізі кино әлемі мен театр әлемі екеуі екі түрлі негізінде. Театр актері бар, кино актері бар деген сияқты. Ол енді ол жерде... Сіз қайсына жатасыз? Кино актер әрине. Театралда актерлар, олар енді оның әлемі бөлек болған екен, ол жерде былай ғой, жалпы театрда сізде әрдайым мүмкіндік бар. Әрдайым сіз өзіңіздің роліңізді шыңдай аласыз. Мүмкіндік бар да ол жерде. Ал кинода сізде бір екі, ары кетсе үш дубльмен жабасыз. Ал сол киноны көрген кезде өзіңіз мына жерде қателік жібердім ау деген бір іштей болады. Ол көрерменге жағуы мүмкін. Сондықтан мен енді білмеймін, енді театрда енді ондай мүмкіндіктер болса, әрине, неге ойнамасқа. Енді жалпы актерлік қабілетін шыңдау үшін, күшейту үшін қандай бір ізденістер жасайсың? Енді ол, қалай десем, басқалар басқаша қабылдайтын шығар, бірақ көп кино көру керек. Кітап әрине. Біз енді білеміз, тәуекел жақсы көретін кітапты жақсы. Мен енді өзім жеке жақсы білемін. Жақсы. Енді мақсат, біз сізбен бір жақсы, керемет, қызықты ойын ойнағымыз кеп тұр. Біз қазір экранға бір затты көрсетеміз. Ал сен соның не екенін тауып көруің керек. Жақсы. Құбылыс па, табиғат па? Бұл не? Құбылыс па, әлде табиғат па? Бұның не екенін айту керексің? Менің ойымша бір жәндік сияқты. Тағы ойлан. Я болмаса бұл... Бір не берейік, көмек берейік. Коронавирус. Ой, ковид. Вирус. Вирус. Ковид вирусының мүсіні дейді. Мүсіні. Ол неліктен жатыр бұл жерде? Өйткені Лондонда автобус аялдамасында жұрт тастап кетеді деген ойыншық екен, деген ойын екен. Келесі рет, сонымен. Бұл не ғылығы екен? Қалай ойлайсың? Біз бала күнімізде көретіндек, жаңғақ шағатын еді ғой. Соның бір осы... Жақын. Бір фруктіге арналған ба? Тағы ойлан. Дұрыс. Бір қатты бір... Дұрыс. Қатты және ақ. Ол не екен? Сыртты қатты өзі ақ. Жұмыртқа десем. Дұрыс. Тамаша, керемет. Жұмыртқан тесетін құрал екен. Жақсы. Ой, мынау қайшының бір түрі сияқты, бірақ... Дұрыс. Бірақ? Төрт саусақсы. Кастет па не? Бұлай айналдырып, Бұл дұрыс қайшы, бірақ неге арналған қайшы? Соны мен... Бұл негізі суық қару ғой, негізі қайшы емес. Сондайға ұқсайды, менің ойымша.
жауабын білмедім. Бұл жақсы үйретуге арналған қайшы негізі. Ортадағы екі сақинаға үйретуші, екі шетіндегі екі сақинаға үйретуші ұстаз саусағын салып, оқушының қолын бағыттап отырады дейді мінекей. Алғаш көрдің мұндай құрылғыны? Кеттік ары қарай. Вау. Мынау сиырды не істейін деп жатыр, қалай ойлайсың? Тракторге байлап. Ем дейтін шығар. А? Ем үшін шығар, бір укол салу керек шығар. Сондай бір әдістің түрі сияқты. Тағы да ойланыңыз. Аха. Байлап қойған. Аяғы неге көтеріліп тұр? Сояйын деп жатыр ау осы. Соңына кететін сияқты ғой түрі. Аха. Сиырдың несін? Тұяғын. Тұяғын Тазалайын деп жатыр, иә. Тазалайын деп жатыр, мүмкін қысқартайын деп жатыр, өсіп кеткен. Тағы да ары қарай кеттік. Бұл ғимарат. Қалай ойлайсың, ненің ғимараты? Мешіт сияқты. Мешіт сияқты дейсің, иә? Айя София деген Турциядағы мешіттің біздің салаға жақын, мақсат. Біздің салаға жақын. Аха. Бұл жерде мұңара жоқ енді, мешіт деп айта алмаймыз. Тек заманауи, бұл дөңгеленген, киіз үй сияқты бәрі. Бірақ біздің саламыздағы не? Студия? Қандай? Қазақфильм сияқты. Киностудио, yes. Польшада орналасқан киностудия екен. Альверния киностудиясы. Жақсы. Ары қарай кеттік? Күшті киностудия. Тамаша, керемет. Біздің қазақфильм жетпейді оған. Бұл не? Мынау эскалатордағы байқап бедің? Жанында щетка. Иә, шаң тазалайтын, я болмаса аяқ киім тазалайтын бір не сияқты ма? Бәріміз сөйтіп ойлаймыз, аяқ киім тазалаймын деп. Бірақ бұл не үшін арналған дейсіз ғой? Иә. Мүмкін жаңағы бір заттар түсіп кетсе осы қорғап қалу үшін шығар мүмкін. Дұрыс. Балалар жаңағы. Дұрыс, керемет. Дұрыс, иә. Өте дұрыс, иә. Бұл адамдардың киім мен заттары саңлауға кіріп, қыстырылып қалмас үшін қойылған. Мен негізі аяқ киім тазалаймын, шыны керек. Аяқ киім қойып қоямын да, бүйтіп тазалап. Жоғары көтерілгенше, төмен түскенше. Қарық қойсын, бүйтіп тазаланды ма деп. Ары қарай кеттік. Бұл енді менің әжемнен қалған бұйым, ине жаңағы жуалдыз деп айтамыз ғой, иненің түрі, соны бір көрпе тіккенде көріп жатамыз. Оймақ деп аталады. Бәрекелді, ары қарай. Бұл көл. Көл. Иә. Бірақ жаңағы аралдың ішіндегі теңізге қатысы жоқ сияқты да. Иә, дұрыс айтасың, бұл қызғылт көл деп аталады екен. Иә. Және Сенегалда орналасқан. Жақсы. Мұнда көл деп бар екен. Қою көбікті толқындар негізі. Мен көп нәрсені қазір біліп тұрмын. Ойын арқасында. Иә, жақсы. Осымен ойын бітті. Мақсат, рахмет. Кейбір құбылыстарды бізде жаңа көріп жатырмыз. Ал енді Мақсат дәл қазір біздің көрермендерімізге жақсы бір таңғы тілек болса. Барша қазақстандықтарға бүгінгі күні жұма қабыл болсын деп тілеймін. Тілеген тілектеріңіз әрдайым қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Отбасыларыңызға амандық, бірлік, ынтымақ. Осындай таңғы студия сияқты бағдарламаларды өткізіп алмаңыздар. Және ерте тұрыңыздар. Ой, тамаша, керемет. Рахмет, Мақсат. Сен тағы да міндетті түрде студиямызда күтеміз. Міндетті түрде келемін. Күнің сәтті өтсін. Рахмет. Керемет жаңалықтармен міндетті түрде күтеміз және шығармашылық табыстар тілейміз. Үлкен жобалар көп болсын. Қорқыт ата жобасында сәттілік тілейміз. Бұйырса көрерменнің көзайымы керемет жобалардың бірі болсын. Рахмет. Амин. Рахмет. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басыңыздар.